Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Мергендер белгісіндегі жандарға апталық болжам 21 және 27 қараша аралығына. Аптадағы маңызды әсер беретін жағдай бізде жоғарыда пятерка пентакль және де туз мечей. Осы аптаның көлемінде кішкене қаржыға қиындықтар туындауы мүмкін. Яғни жаңағы түсу керек ақшаңыз немесе біреу қарызыңызды қайтару керек болса, жаңағы қайтармауы мүмкін, немесе бөліп жарып, 2-3 бөліп ақшаңыздың берекесін ұшыруы мүмкін. Сондықтан желательно ешкімге қарызға ақша бермеңіз. Өзіңіз де қарызға ақша алмауға тырысқаның үшін. Осы аптада кішкене мергендер қаржыға ұқыптылықпен қарағандарыңыз жөн. Туз мечей бір ұсыныс аласыз, енді қай тараптан екен білмеймін, ол жұмыс жағынан, жеке өмір жағынан, қаржы жағынан болуы мүмкін, және де бұл өте бір жақсы ұсыныс. Бір жаңағы барып келіп жасайтын жұмыс та емес, жаңағы көбінде онлайн десем де болады. Жаңағы жеңіл жұмыс, жеңіл ұсыныс. Келесі бізде аптада орын алатын жағдай, аптаның басында правосудие, старший аркан, колесница. Колесница бізде терісінен түсіп тұр. Екеуі де старший аркан, жаңағы қандай болмасын, барлығы бір заңды түрде жасалынады. Жұмыс болмасын, іс болмасын, заңға қайшы, қарама қайшы ештеңке жоқ. Және де отбасын құрайын деп отырған мергендер де болуы мүмкін біздің арамызда. Себебі заңды түрде некелерін қидыртуы мүмкін, заңды түрде тұрмыс құрып, немесе отбасын құруы мүмкін. Және де сот мәселесінен, біреумен соттасып жатсаңыз, сотқа байланысты бір жаңалық күтіп отырсаңыз, кішкене біраз уақытқа созылуы мүмкін. Себебі колесница бізде терісінен түсіп тұр. Жаңағы колесница өзі продвиженияның картасы ғой, бірақ терісінен түскендіктен бұл іс, бұл жұмыс болады, бірақ та кішкене уақыт қажет. Келесі бізде аптаның ортасы умеренность, старший аркан, императрица. Сіздерде барлығы прям старший арканмен басталып жатыр. Өте жақсы бұл умеренность. Душе спокойно. Аптаның ортасында бір жақсы жаңалық естисіз, қуаныш бар, қуанасыздар. Жаңағы аптаның ортасында сыйлық аласыз, жақсы жаңалық естисіз, пополнение, біраз сумма қаржы түсуі мүмкін, немесе жақсы жаңалық естисіз, бағалы сыйлық аласыз, өз-өзіңізді қуантасыз. Главное, в душе спокойно. Бір үлкен мәселеңіз шешіліп, жүрегіңіз орнына түсіп, бір жеңілдеп қаласыз. Келесі бізде аптаның аяғы 4 жезл және де звезда. Жаңағы өзіңізді звезда ретінде көрсете аласыз. Бір жақсы жаңалық пен тағы жалғасайын деп тұр. Қуанышты хабар. Жаңағы бұл жаңалықтарды, аптаның ортасы аяғында естіген жақсы жаңалықтарды жаңағы жақындарыңызбен бөлісіп, бір қонаққа барып, қонақ шақырып, жаңағы жақсылықты бөлісесіздер. 4 жезл екінші жартыңызбен отношенияның жақсаруы. Мысалы, осы күнге дейін ренжісіп, кикілжің туындап, араларыңызда түсінбеушіліктер болып жатса, барлығы жақсарады, татуласасыздар. Ал екінші жартысын кездестірмеген мергендер үшін өте жақсы уақыт аптаның аяғы. Екінші жартыңызды кездестіру, қонаққа бару, қыдыру деген сияқты дем алу. Аптаның ортасы, аптаның аяғы өте жақсы уақыт. Келесі бізде аптаға берілетін кеңес, мир, старший аркан. Өміріңізде бір өзгерістер осы аптаның көлемінде орын алуы мүмкін. Главное, жаңағы жеңілдеп қаласыз. Бұл болған өзгерістерден кейін жаңағы жүрегіңіз орнына түсіп, кішкене жеңілдеу бар. Білмеймін, осы күнге дейін, мысалы, аптаның басында, осы аптаның алдыңғы аптада бір мазалап жүрген мәселелер шешіліп, бір қуанасыз.
көбінде старший аркандар түсіп тұр екен. Мергендер, сіздер үшін осы 21-27 қараша аралығы өте жақсы уақыт. Үлкен мәселелеріңіз шешіліп, бір қуанышты жағдайлар болады. Сау болыңыздар, келесі аптада аман есен кездескенше.